Çiçekler. Үркек пен Қоңыртай орманда көбелек аулап жүрді. Екеуі жүгіре шаршап, теректің саясына отырып дем алды. Осы орманда көбелек аулаудан шаршадым. Басқа қызық жоқ мұнда. Маған керемет бір ой келіп тұр. Екеуміз әуе шарымен саяхатқа шығайық. Охо! Дұрыс айтасың. Егер орманнан жақсы жер тапсақ, күнде сол жаққа барып ойнаймыз. О, ендеше кеттік. Мына жердің ыстығын-ай. Мен шөлдеп кеттім. Үркек. Ай, табаным киіп барады. Мына жердің суығын-ай. Менің қарным ашты, Үркек. Қоңыртай, мен тоңып барам.
Koңыртай, biz adasып ketken siyahtımız. Oy, endi uyimizge barатын jolda qalay tabamız, ha? Men korkam. Oho! Qaydan жүрсіңдер? Şöyle tavada bulduk. Su işkemez geldi. Muzdu muhitta bulduk. Karnımız açtı. Nu ormanda adasıp kaldık. Katı korktuk. Ürpek, özümüzдің жап-жасыл жайлы орманымызға ешқандай жер жетпейді екен. Dürüst aytasın ürkek. Dostlar, жүріңдер ойнаймыз. Көбелек аулауды жалғастырайық. Kettik. Осылайша үркөк пен қоңыртай туған өлкөнің ең әдемі, ең жайлы, ең жылы жер екенін түсінді.